Сәлем достар, жабайы жануарлар туралы ең қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Зебра. Жылқылармен салыстырғанда зебралар өте жылдам жүрмейді. Бірақ қажет болған жағдайда олардың жылдамдығы сағатына 80 км-ге дейін дамуы мүмкін. Зебра қуылған кезде арнайы тактика қолданылады. Зигзаг жүгіру. Бұл оған көптеген жыртқыштар үшін қол жетімсіз болуға мүмкіндік береді. Бұл жануар нашар көрінеді, бірақ ол жақсы қашықтықта қауіпті сезінуге мүмкіндік беретін жақсы дамыған иіс сезімі бар. Зебра жасаған дыбыстар әртүрлі болып келеді. Олар ит үріп, ат қораптауға, есекке айқайлауға, тағы да басқаға ұқсас. Зебра терісіндегі жолақтар әр адам үшін ерекше үлгіні құрайды. Өйткені бірдей жолақтары бар екі зебра жоқ. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсықтың түріне байланысты оның бір немесе екі мүйізі болуы мүмкін. Адамға белгілі ең үлкен мүйіздің ұзындығы 158 см болатынын білдіңіз бе? Мүйіз тұмсықтардың көлемінде пілдерден кейінгі орында. Мүйіз тұмсық популяциясының тез азаюына байланысты әлемнің барлық мемлекеттерінде аң аулауға тыйым салынған. Сүтқоректінің әр аяғында 3 саусақ, ал әр саусағында 1 тұяқ бар. Бегемот, су сиыр, киіз қайырмайтындар тұқымдасына жататын жануар. Су сиыр тек тропиктік Африкада кездеседі. Әр қайсында бір ғана түрі бар, 2 туысқа бөлінеді. Бегемот жағасы батпақ, қалың шөп өскен тұйық көлдерде мекендейді. Жақсы жүзеді, сүңгиді. Еті, терісі, майы үшін көп ауланған. Ергежейлі бегемот санының жылдан жылға азаюына байланысты қорғауға алынып, халықаралық қызыл кітапқа енгізілген. Кәдімгі бегемот немесе гиппопотам Қазақстанда хайуанаттар бағында бағылады. Жираф, керік. Олар тұрып ұйықтайды және ұйқысы 10 минуттан аспайды. Керіктің терісіндегі дақтар адамдардың саусақ іздері сияқты бірегей. Дақтардың түсі бойынша жануардың жасын анықтауға болады. Бір қадамы 4 метрден асады. Ол жай жүріп келе жатқанның өзінде сізге оған жету үшін жүгіру керек болады. Тілінің түсі қара, ал ұзындығы 45 см. Тілінің көмегімен өз құлағын тазалай алады. Бір-бірімен сөйлесу үшін ысқыруға ұқсас дыбыстарды шығарады. Күніне 15-20 сағат уақытын тамақтанумен өткізеді. Әлемдегі ең ұзын жануар. Олардың ұзындығы 6 метр, ал салмағы 1,5 тоннадан асуы мүмкін. Айтпақшы, керік әлемдегі есіне алмайтын жалғыз жануар. Тіпті құстар мен балықтардың өзі есінейді. Пілдер ет тұмсықтылардың ежелгі тобының біздің заманымызға дейін жеткен жалғыз өкілі. Ертеректе олардың 40 түрі болған. Жаңа туған пілдің салмағы шамамен 120 келіні құрайды. Пілдің балалары соқыр болып туылады. Сондықтан тұмсығымен анасының құйрығынан ұстап жүреді. Кішкентай пілдің анасы оны күту үшін бірнеше күтушіні таңдайды екен. Осылайша өзінің қоректенуіне уақыт табады. Тек пілдерде жерлеу рәсімі бар. Егер пілдердің бірі ауырып қалса, өзгелері оған тамақ әкеліп қолдау білдіреді. Жер бетіндегі жануарлардың арасында миы ең үлкені піл. Олардың миының салмағы 5 келіні құрайды. Сондықтан оларды үйретуге болады. Пілдер 60 бұйрыққа дейін жаттай алады екен. Достар, келесі шығатын көптеген қызықты мәліметтерді жоғалта алмас үшін каналымызға тіркелуді ұмытпа. Сау бол балақай.